Құрметті құда-құдағи, бүгін мен үшін, біздің әулет үшін ерекше айтулы күн. Қазақтың асыл дәстүріне сай, қайнымның болашақ жарына сырға тағу құрметі маған бұйырды. Мен қыздарыңыздың болашақ туған абысыны боламын. Есімім Гүлдана. Аяулы қыздарыңызға ізгі ниетпен құда түсіп, сыңғырлаған сырғасын тағып, ақ тілегімді арнауға келдім. Айналайын алтыным меруерт, бүгін құлағыңа тағылар сырға жай ғана әшекей емес, бұл аналық мейірім, бір әулеттің сенімі, аналық өмірге басар алғашқы қадамың. Үкілеп алайық, тіл көзден аман болсын деп біздің сұлу келініміз. Ал бісміллә деп, оң құлағына сырға тағайын, ақылды бол деп, үлкендердің сөзіне құлақ тұр деп, әулеттің берекесін арттыра, ибалы келін бол деп. Енді сол құлағына сырға тағайын, өсек пен ғайбаттан аулақ жүр деп. Жүрегің таза, ниетің ақ, сезімің кіршіксіз, мінезің жұмсақ келін бол деп. Құрметті құдағи, сіз мәпелеп өсірген қыз енді біздің әулетіміздің көркіне көрік қосып, берекесін еселейтін аяулы келін атансын. 40 қыздың арманы болған қайнымның таңдауы өзіңсің келінім, қадамыңа құт байлансын. Құлпырған гүлдей шағында, ашылсын еркем бағында, әр күнің шаттық сыйласын, арайлап атып таңында. Дақ түспей әппақ арыңа, серік бол асыл жарыңа, махаббаттарын мәңгі боп, бақ қонсын отауларыңа деп сырғалым атанғаныңыз құтты болсын. Сен қазақтың қызысың, жібек баян нәзісің, асып кетер сендер. Бәрекелді. Меруерттің абысыны жақсылап дайындалып келген екен, иә? Біраз әдебиет кітабын әбден ақтарған-ау. Құтты болсын ал. Қыпшақ еліне 1+ келін құтты болсын деп айта берейік па? Ал енді біздің де сый-сияпатымыз бар, қос жеңгесіне бердіңіздер ма? Ай, бәрекелді. Жылы орындарыңызға жайғассаңыздар, мынау орындықты аласаңыздар. Тұра тұрыңыздар, қайда барсыздар? Ардақты пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху